басыңызға бір сынақ келген кезде, қиыншылық, жәрдем керек, көмек керек. Мысалы, бір асар керек болды сізге. Осында мешітке келдіңізде, бесін намазына келдіңіз, біраз өзіңіздің танитын бауырларыңыз бар. Жігіттер, ертең сағат 2-де бізге бір асарға көмектесіп жіберсеңіз дедіңіз. Ана жерде бір 20 жігіт тұрды. Сонымен ертең сізге 3 ғана келді. Сол 3 Алланың сізге қалағаны. Қалғандары, біреуі жаңағы әйелімен дүкенге барам деп бара алмай қалды ма? Қандай? Сіз ол тақырыптарға кірмеңіз. Жоқ, себептері болды ма? Сіз сол 3 ғана келгенде мынандай сөзді айтпаңыз. Достар, осындайда танылады ғой деп, ол тәуекел етуші адамның ісі емес ол. Сенде мүлде жоқ разылық Алланың тағдырына деген. Сіз қанағаттаныңыз Алланың бөліп берген үлесіне. Бөлмеген нәрсесі туралы сөйлемеңіз. Сол 3-інде қайыр бар сізге. Тәуекел етіп, альхамдулилля деп соны істеп кете берсең, талай жұмыс бітеді сол жерде. Ал 3 жаңағы әңгімеге кірісетін болса, кемеді, өздері намаз оқиды, айтылып еді ғой, осындай бауырмашылық деген тақырып, ана жұмыс бітпейді анау. Ақырында 3 сөйтіп жаман ниеттермен қайтады, болды. Ол жерде ешқандай тәуекел жоқ. Тәуекел Алланың сізге бөліп берген үлесіне сол жерде разы болыңыз. Күтіңіз Алла тағаланың уәде еткен нәрсесіне. Сондықтан Аллаға иман негіздерінде Алланың жалғыз Құдай екендігіне деген сену ол бір тақырып. Алайда бақытты болып өмір сүру үшін, бақытты Алладан разы болып өмір сүру үшін, Алланың уәдесіне, жәрдеміне, көмегіне шәксіз сеніп өмір сүру. Алғы шарттарын алған кезде тәуекелдің. Алғы шарттарға ешқашан сүйенбеңіз. Алғы шарт алыну қажет. Бірақ сүйенетін нәрсең ол Аллах тағаланың өзі.